Бәріне сәлем, менің атым Айзада. Әрбір адамның арман мақсаты бар. Бірақ оған жетер жолда бізге кездесетін кедергілер де бар. Мысалы, қателік жасау қорқынышы, тәжірибенің болмауы, соның кесірінен іштегі бір сенімсіздік, ақша болмау, қолдағы бар мүмкіндікті қолданбау немесе байқамау. Және өмірден түңілуі мүмкін. Немесе самооценка төмен болуы мүмкін. Осымен жұмыс істеу арқылы және соған төтеп бере арқылы біз арман мақсатымызға жетеміз. Және сол үшін видеоны міндетті түрде толықтай қараңыздар. Тақырыпқа көшпес бұрын айта кетейін, маған көңіл бөлмей қойыңыздар, айығып келемін, бірақ сәл гематома бар. Қазіргі кезде неше түрлі курстар көбейіп кетті. Білімді ал да және ақшаңды тап деген. Бірақ білімді аламыз, нәтиже болмайды. Неліктен олай болады? Өйткені білімді алу ол аз, оны еще қолдану керек. Біз қолдану үшін іште бір тежейтін тәжірибе жоқтығы, сенімсіздік болуы мүмкін. Және де қателік жасау қорқынышы бізді артқа тартады. Оған қоса жалқаулық болуы мүмкін. Оның бәрі біздің іштегі сезімдеріміз және тежегіштеріміз. Сонымен жұмыс жасауымыз керек. Және әр қайсысын бөлек-бөлек қарастыруымыз керек. Немесе бір қалыптасқан пікір бар. Адам деген өз сүйікті ісін тапса, бақытты болады. Сол кезде адам бірде-бір күн жұмыс істемейтін болады. Тек сүйікті ісімен айналысады деген. Бірақ бастапқы уақытта адам өз ісін үйренген кезде әрине қателіктер болуы мүмкін. Қолына келмеуі мүмкін. Сондықтан бір іште құлшыныс өшіп, ынта болмауы мүмкін. Сол артқа тартатын тұстарда біз өзіміз жәрдем беруіміз керек. Бізді тежейтін және артқа тартатын тұстарды зерттеуіміз керек. Сол кезде олар бізге бағынады. Мысалы, қорқыныш. Қорқыныш ол әрбір адамда бар сезім. Ол бізді сүрінуден, құлаудан, қателіктен қорғау мүмкін. Ал бірақ керектен тыс қорқыныш ол керісінше адамды қорқақ қылады. Уайымшыл қылады, немесе оның фобиясы дамуы мүмкін. Әсіресе кімнің кішкентай балалары бар, 1 жасқа дейін оның өмірге деген сенімділігі дамиды. Сондықтан ана деген спокойны болу керек, ата-ана спокойны болу керек. Сол кезде бала дұрыс дамиды. Өйткені 1 жасқа дейін сенімділік және қорқақтық сезім дамиды балада. Сондықтан болашақта өзіне сенімсіз, қорқақ, нерешительный балалар өсуі мүмкін. Сондықтан өзіңіз үшін болмаса да, балаларыңыз үшін осы сезімдермен жұмыс жасауыңыз керек. Бір жағынан өзіңіз де өз жетістіктеріңізге жете бастайсыз, ал екінші жағынан бала да дұрыс дамиды. Келесі артқа тартатын тұсымыз ол жалқаулыққа бей-жай қарау. Жалқаулық деген ол жай ғана бір істі кейінге қалдыру емес. Жалқаулықтың ішінде жататын ол қарсылық, өмірге деген қарсылық және өзіміз салатын іріткі. Әртүрлі ойлармен, әртүрлі бір тұрақсыздықпен өзіміз іріткі жасаймыз. Осы сезімдерді қолға ұстау үшін және оны бақылау үшін өмірімді өзгертемін, үлкен жетістікке жетем деген адамдарға антистрах курсты шығардым. Өте жеңіл тапсырмалар болады, соны қарапайым нәрсені жасау арқылы өміріңізді өзгертіңіз. Жалпы өмірімізді кейінге қалдырып және арман мақсаттан бас тартпау үшін міндетті түрде антистрах курсына жазылыңыздар.